Ақерке Усеровна, Шымкент қаласы нөмір 23 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Жалпы педагогика саласында қызметтік өтілім 28 жыл. Бүгін 3-ші А сынып оқушылары мен әдебиеттік оқу пәні бойынша жаңбырдың пайдасы деген тақырыпта ашық сабақ өткелі отырмын. Бейбітшілік болса, ауылы гүл тұрады, туған жерін құлпырады. Бейбітшілік болса, түленіп бақша бағы, үйлерде ұламайды, ешкімде жыламайды. Бейбітшілік болса, балалар болады аман, аналар болады аман. Желсіз түнде зарғай, желсіз түнде зарғай, сөйлесі суда дірілдеп, ауылдың жаңа терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Болмағанда, көлбеңде көкірайды күріл етіп, орақшып жел жауып алғанда. Ал енді бізге қонаққа бала сиқырлы жәшік келді. Топ басшылары сиқыршы жәшікке суреттер ала қоямыз. Соған орай тақырып қойып, мәтін құрастырасыңдар. Суретке мәтіннің атауын кемпір қосақ деп қойдық. Найзағай бейнеленген. Бұл екі суреттерде найзағайдың күркіреген кезінде далаға шығуына болмайтыны. Мынау қара бұлт түнегіп, айнала қою қара түске боялып тұр, яғни жаңбыр жауып тұр. Бұл ақ бұлт, жаңбырдан соң шығатын бұлт. Біз бұл екі суреттің атауын қолшатыр деп дейміз. Сабақтың барысында оқушыларды топқа бөліп, олардың белсенділігін арттыру үшін кері байланысты үнемі нығайтып отырдым. Жаңбырдың алдында қандай болады? Жаңбыр жауғанда қандай болады? Жаңбырдың соңында қандай болады екенін түсіндіреміз. Жаңбырдың алдында жел тұрады, судың иісі шығады, аспанда қара бұлт төнеді, найзағай ойнайды, кірпі жәндіктер ініне кіреді. Ал жаңбыр жауғанда сай-саладан су ағады, қап-қараңғы сияқты бұлт төнеді, аспан күркірейді, найзағай жарқылдайды. Ал жаңбырдың соңында аспан ашылады, ауа тазаланады, салқын әдемі жасыл жапырақтар шаң басылады, және топырақтың иісі шығады. Тобым, мәтіннің авторы Жәнібек Карбойзев. Мәтіннің атауы болса, жаңбырдың пайдасы. Кепкелері ақ жаңбыр, өткінші жаңбыр, және де қурай шөп. Оларға біз тән сипат бергенде осылай тән сипат бердік. Ақ жаңбыр пайдалы, жер үстінің бәрін сусындатады. Өткінші жаңбыр пайдасыз,
етеді, жерге сіңбейді. Мәтінге біз қорытындылағанда былай қорытындадық. Тіршілікке пайдалы болу керек, адамға да, шөпке де, малға да. Барлық адамзат табиғат құбылысындағы адам барлық өмірге пайдалы болуы керек. Тапсырма жаңбыр түрлерін айту. Жаңбырдың түрлерін біз ғаламтордан сүйеніп зерттедік. Онда өте көп екен. Ақ жаңбыр белгілі аймақта ұзақ уақыт жауатын жаңбыр. Ал өткінші жаңбыр аспан ала бұлттанып тез жауатын жаңбыр. Пайдасынан бастайық. Бірінші пайдасы жер көгереді, өсімдік өседі, шөлдер қанады, таза салқын ауа болады, үлкендер қуанады, жапырақтың беті жуылады, жер жұмсарады. Ал оның қоса зияны да болады. Бірінші зияны аса көп жауса су тасқыны болады. Өсімдік түбі шірітеді, ауру туғызуы мүмкін. Ашық сабақтарындағы жаңбырдың пайдасы мәтініндегі біз өзімізге түсініксіз сөздердің мағынасын бірге тауып, сөз қорын жинаймыз. Кімге қандай сөздер түсініксіз? Дегеніміз не? Бұйымтай дегеніміз біреуге өтініш айтып, көмек қолын сұрау. Өзімнің педагогикалық тәжірибеме сүйене отырып, сабақ өту барысында балалармен үнемі шынайы болуға тырысамын. Өйткені әрбір ұстаздың өзінің бойында балаға деген махаббаты болуы тиіс. Сонда ғана балаға білім мен тәрбие қатар беріледі деп ойлаймын.